Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі сабақты бастамас бұрын тренинг жасап, топқа бөлініп алайық. Көңіл күйімізді сабаққа деген жақсы көңіл күймен бастайық. Қазір ортаға шығайық бәріміз. Мен тренингтің шартын түсіндіремін, сендер орындайсыңдар. Мен атымның санын айтқан кезде сонша оқушыдан бірігесіңдер. Екі атым, төрт атым, бес атым. Ал енді осы бөлінген топ бойынша топтарға бөлініп отырайық. Отырамыз. Біз өткен сабақта қандай тақырыптарды өттік? Екі айнымалысы бар. Екі айнымалысы бар. Не үшін екі айнымалысы бар деп айтамыз? Айнымалысы бар. Енді бүгін сол теңдеуден кейін екі айнымалысы теңсіздіктер тақырыбын өтеміз. Бұл тақырыптың жалпы оқу мақсатымыз екі айнымалысы бар теңсіздіктерді шешу. Сендер осыны шеше алулары керек. Ол үшін бүгінгі сабақтың мақсаты екі айнымалысы бар теңсіздіктерді шешу алгоритмін құру, екі айнымалысы бар теңсіздіктерді шешуді үйрену. Тақырыпты өтпес бұрын сендерге тапсырманы өткен тақырыпты еске кішкене түсіру үшін мен сендерге мынандай тапсырмалар таратамын. Бұл жерде теңдеулер берілген бірінші қатарда, екінші қатарда сендер y-ті x арқылы өтейсіңдер. Үшінші қатарда сурет тұр, сол суреттің қайсысы сәйкес келеді? Бірінші теңдеуге қайсысы сәйкес келеді, екіншісіне қайсысы сәйкес келеді? Сол бойынша кестелеріңді толтырып, сосын әр топтан бір-бір оқушы шығып, әр үш теңдеудің жауабын жазып шығасыңдар. Бастаймыз. Болды па? Ал бірінші топ, бірінші, екінші, үшінші теңдеудің жалпы түрін және қай сурет сәйкес келетін жазамыз. Дұрыс па, сендерде де қалған топтар тексереміз? Дұрыс па? Тексеріп отырамыз. Егер де қатесі бар болса айтамыз. Дұрыс па, балалар? Дұрыс екен, е? Келесі екінші топта. Азырке. 4, 5, 6, 7-ге дейінгісін жазайым, е? Азырке.
Дұрыс болды, иә? Бізге таныс теңдеулер. Келесі үшінші топ шыға қояйық. Сонымен екі айналысы бар теңсіздік дегеніміз не екен? Біз бағана айтқанбыз, теңдеуде теңдік белгісі тұрса, онда ол теңдеу болады. Енді бізде теңсіздік белгісі тұр. Үлкен, мына жерде кіші, үлкен немесе тең, мынау да кіші. Құрамында екі белгісі бар, теңсіздіктің белгісі бар, сондықтан ол екі айналысы бар теңсіздік деп аталады. Енді осы теңсіздіктің алгоритмі қандай? Біз бағана сендер тапсырма орындадыңдар. Мысалы, біріншісін қараймыз. 3х алу 4y үлкен 0 теңсіздігіндегі y-ті x арқылы өрнектейміз. Y-ті x арқылы өрнектеу дегеніміз теңсіздіктің сол жағында y қалу керек, оң жаққа қарай y-ті жоқ бір мүшелерді шығаруымыз керек. Сонда бізде мына жақта не болады? Минус 4y үлкен неше? 3x. Енді 4-тің алдында, y-тің алдында бізде не деген сан тұр? 4. Минус 4 деген сан тұр. Осы минус 4-тен құтылуымыз керек. Минус 4-ке бөліп жіберсек, мына жерде минус 4-тен құтыламыз. Сонда y теңсіздіктің таңбасы егер теріс санға бөліп жіберетін болсақ, немесе көбейтіп жіберетін болсақ, онда теңсіздіктің таңбасы өзгереді. Сөйтеді мына жердегі минус 3-ті минус 4-ке бөлсе, 3 бөлінген 4. Мынау бізде сызықтық теңсіздік. Себебі x-тің дәрежесі 1-ге тең. Енді осы теңсіздікті ары қарай шешу үшін мен бірінші демек біз не істедік? Y-ті x арқылы өрнектедік. Екінші, осы теңсіздікті теңдеу арқылы жазып, одан кейін осы теңдеудің графигін не істейміз? Графигін саламыз. Графигін салғаннан кейін барып, жаңа графиктің егер де мына жерде кіші болса, онда қазір графиктен көреміз төмен жағы, үлкен болса жоғары жағын шешімі деп ала береміз. Енді графигін салып көрейік. Мына жерде біз бағана кестесін құрып, суретін салып, мына жерде шешімдер қай жерде жататынын көрсеттік. Енді осы жердегі графикті мен үзіп сыздым. Ол не деген сөз? Графиктің бойындағы кез келген нүкте берген теңсіздігіміздің шешімі бола алмайды. Тек осы түзуден төмен жатқан кез келген нүктені теңсіздіктің шешімі деп ала аламыз. Енді мынандай нәрсе сендерге сұрақ. Мына жерде мен көп сызықтар қойдым, яғни бұл жерде кез келген нүктені ала беруге болады деген сөз. Бұл жерде кез келген нүктенің координаталары шешімі болады. Ал теңдеулеші шешімі қандай болады? Ода екі шешімі біреу-ақ болады. Яғни сандар жұбы біреу-ақ. Ал теңсіздікте қанша болады екен? Бірнеше көп шешімі болады. Келесі сендері ары қарай тапсырма. Сызбақ теңсіздіктердің жалпы түрі мына формулалармен жазылады екен. Теңсіздіктің шешімдер жиыны деп координаталық жазықтықта берілген теңсіздікті
айтады, екеміз және графиктері бізде мынандай болады. Жаңағы менің айтып кеткенім, егер де үлкен болса берілген графигіміздің жоғары жағын, егер теңсіздігіміз кіші болса, онда берілген графигіміздің төмен жағын. Мына графиктер бізде үзілмеген. Не үшін? Теңсіздіктің теңі бар. Келесі графикті қараймыз. Но бізде тұрған не қазір? Шеңбер. Шеңбердің сызығын ол неге үзді? Теңсіздіктің теңі жоқ. Келесі тапсырмада да дәл осындай. Мен сендерге мынандай тапсырма. -2/3 жыбы теңсіздіктердің шешімі бола ма? Бірінші А есебін бірінші топ, Б есебін екінші топ, В есебін үшінші топ. X-тің орнына қай санды қоямыз? Y-дің орнына 3-ті қойып тексеріп көреміз. Сол кезде мына теңсіздік тура шыға ма, шықпай ма? Ал дәптерімізге орындаймыз. Сосын біткеннен кейін шоқшы тақтаға келіп жазасыңдар. Шоқшы тақтаға жазып алды. Кімнің қатесі болса түзетіп жібереміз. Егер де дұрыс болса, дұрыс есептерді дәптерімізге түсіріп алайық. Теңсіздіктегі x-ның орнына -2-ні, y-дің орнына 3-ті қойғанда, амалдарды орындағанда теңсіздіктің сол жақ бетінде -17, ал оң жақ бетінде 20 болды. Теңсіздіктің шешімі тура болды. Демек, теңсіздік шешімі бар. Теңсіздік тура, демек шешімі болады. Отыра қой. Тапсырмалары теңсіздіктердің кез келген, мына теңсіздіктер. Кез келген екі шешімін тап дейді. Бірінші есеп бірінші топқа, екінші есеп екінші топқа, үшінші есеп үшінші топқа. X пен Y-ге өзіміз бөліп беріп, сөйтіп ең шешімін табамыз. Ал бастаймыз. Сосын тақтада көрсетеміз.
сандар жұбын беріпті. Орнына қойып көрдің ба? Орнына қойып тексергенде не шықты? Шықты болады. 3 минус 1-ден үлкен. Отыра қойың. Аяқталды. Енді бүгінгі сабақтың соңында табыс сатысы деген сатыға мен білемін, мен түсінемін, мен жасай аламын деген қай сатысында тұрсыздар? Соған ақырын өздеріңді бағалаңдар. Сосын қай сатыда тұрғаныңды өзің дәптеріңе түртіп ал. Нені білдің, нені түсіндің және нені жасай аласың. Көп рахмет. Сабақ жақсы өтті. Үйде сендерде мына жерде көрсетіліп тұрған есептерді шығарып келулеріңді шығарып келіңдер. Сабақты жақсы деп бағалайық.